Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығының отта туғандар айдарына қош келдіңіздер. Бүгінгі таныстыратын жәдігеріміздің бірі декоративтік әрлеу тастары. Бұл тас 13-14 ғасырлық Сарайшық қазба орнынан табылған. Жалпы орта ғасырлық Сарайшық қаласындағы сарайлар, керуен сарайлар қыш кірпіштермен қаланып, осындай декоративтік әрлеу тастармен қаланған. Мысалы, әдемі мешіттер, медреселер, хандардың сарайларының іштері әдемі тастармен әрленген. Бұлар құрамында темірі көп және де кашины қосылған саз балшықтан иленіп, отта күйдірілген. Ал бетінде әртүрлі глазурланған өсімдіктердің суреттері бар. Мысалы, алдыңызда тұрған тас ашық көк түсі аспанның белгісі, ал қою көк түсі жұлдыздың белгісі. Яғни бұрында орта ғасыр кезінде сарайға кірген кезінде күндіз кірсе, бұл ашық түс, яғни аспан секілді ашық болып тұратын болған сарайы. Ал енді кешкі уақытта кірген кезінде қою көк көбінесе көрініп, бұл жұлдыз секілді, жұлдыз сияқты, яғни сарай кішкене қою көк болып, сондай бір түс берген болатын.